ажырасып кеткен адамдар бар ғой, сұрайсыз ғой не үшін ажырастыңдар деп, сонда айтады не сошлись с характерами дейді, мінезіміз сәйкес келмейді, ең көп айтылатын нәрсе. бұл негізі жамылғы. Менің түсінігім жамылғы деген андай бір әдемі адамдардан құтылып кетудің несі. Сыртынан жауап қойған, бірақ ішінде басқа нәрсе ол. Менің түсінігімде адам ата мен Хауа анадан бері екі бірдей мінезді адам келмеген деп түсінемін де. Бәрі ер әйелі ұқсамайды бір-біріне. Әр адам уникум. Иә. Яғни бір-біріне ұқсамайды. Алла тағала сөйтіп жаратқан да бізді. Ойлаңыз, үшемдер, егіздер, бір ағайынды, бір жатырдан шыққан, қарындастар, бір қарыннан шыққан, ешкімге ұқсамайды, ойлаңызшы. Негізі түрлері ұқсауы мүмкін, мінездеріміз бәріміздің әртүрлі. Мен айтамын, егер менің мінезім мен әйелім мінезі бірдей болатын болса, өмір қызықсыз болып кетеді ғой. Ойлаңыз, бала шағаның өзі бір-біріне ұқсамайды, ол